Амансыз ба көрермен, эфирде қазір айтайық әлеуметтік ток-шоуы. Елімізде жыл сайын донорды күткен 300 науқас қайтыс болады. Өйткені мәйіттік донор болуға келісім беретіндер аз. Оған сан түрлі себеп бар. Ал марқұмнан алынатын ағза 7 адамның тірі қалуына мүмкіндік береді екен. Кейінгі жылдары бүйрек жетіспеушілігі тіпті көбейген. Мәйіттік донор болуға қоғам қалай қарайды? Сауалнаманы көріп алсақ. Саулы болмаса, жағдай болмаса, мысалға да, оған енді көмектесуге болады. Оны ойланып көрмедім. Мен өзім донор болдым 25 жыл. Беру керек, конечно. Оның біреудің несі өмірін нетеді ғой. Айтады, нетеді. Қолдаймын әрине. Егер ол жақыным болса, туысым болса, неге көмектеспеске? Донорлықты қолдаймын. Адамдардың өмірін алып қалады былай айтқанда. Сол жақсы нәрсе ғой, адамға тек пайдалы. Қарсы емеспін мүлде. Бәрімізге де керек. Особенно печень ауыратын адамдар. Очередьке көп тұрады ғой, шетелдерде жылдап тұрады адамдар. Қолдаймыз ғой, ол талай адамдардың өмірін алып қалады. Мен өз басым қолдаймын. Менің бәрібір денем, егер де басқа біреуге болашақта көмектесетін болса, неліктен бермеуге? Әркімнің жағдайы әрқалай аварияға түсіп қалған адамдар болады. Қан керек болып жатады. Меніңше керек сияқты ол донорлық деген. Басқа адамдардың жақсылығы үшін мен ондай қадамға баса алмаймын. Студиямызда мәйіттік донордың арқасында аман қалған Фируза Смағұл отыр. Сондай-ақ транспланттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру жөніндегі республикалық орталық директорының орынбасары Назгүл Жылгелдина, ұлттық ғылыми онкология орталығының трансплантолог дәрігері Арман Маралбай біздің ортамызда. Қош келдіңіздер. Қазір донорлық ағзаны күту парағында 4,5 мыңнан астам науқас бар. Оның 119-ы бала. Қазір бізбен тізімде тұрған қызылордалық Дидар Оспанова байланысқа шығып тұр. Қайырлы кеш. Дидар ханым. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Даусымыз естіліп тұр ма сізге? Анық естіліп тұрған жоқ. Дидар ханым, қанша жылдан бері сіз жаңағы күту парағында тұрсыз? Мен күту парағында биыл 26 жылы қаңтар айында Алматы қаласында ұлттық ғылыми зерттеу институтында ауруханасында ем қабылдағам. Содан кейін сол больницадан шыққаннан кейін сызғаныққа күту парағына тіркелдім. Биылдан бастап тіркелдім. Бұл дертпен күресіп жүргеніңізге қанша жыл болды? Мен бұл ауруменен учетта тұрғаныма 2014 жылдан бастап тұрамын. Негізінде мен бұл ауруды өзімде бар екен білген жоқпын. Жұмысқа орналасу себептерменен анализ тапсырған кезінде осы гепатиттің бар екені анықталды. 2014 жылдан бастап учетта тұрамын. Менен сол уақытта Пегасис уколын қабылдадым. Сол емді қабылдап жүрген кезінде менде Д гепатиті қосылды. Дельта агентім деп. Ол Пегасисті мен 24 апта алдым. Аптасынан бір рет алынатын укол. Дидар ханым, сол 2014-тен бастап енді өзіңіздің дертіңізді білдіңіз. Туыстық донор... Дұрыс естілмей тұр. Мен барынша қатты сөйлеп тұрмын. Туыстық донор табылды ма, табылмады ма осы аралықта? Негізі мен туыстық донор қазіргі кезде туыстық донор бар. Өзімнің сіңілім, бірақ ол сіңілім емізулі баласы болғандықтан оған болмайды деп отыр. Өзімнің туыстық донорым сол бір-ақ адамға да шығып тұр бауырларымнан. Одан кейін ол баласын емізуден шығарған күннің өзінде де бір уақыт болады дейді. Сол уақытқа дейін күтеміз дейді. Жақсы, енді Дидар ханым, біздің бүгін студиямызға келіп отырған мамандарға қояр сұрағыңыз бар ма? Мамандарға қоятын сұрағым, Назгүл Зашитқызына сұрақ қойсам деп едім. Мысалға менің өзім Д учетына Д гепатитпенен қазір учетта тұрамын. Қазақстан бойынша Д гепатитіне ешқандай ем-дом жоқ. Қазіргі уақытта мен үзбестен Б гепатитіне тенофовир алып ішіп отырып тегін аптекадан, бірақ мына Г гепатитіне ешқандай ем-дом жоқ.
соған мына Қазақстанға Ақмарал Шартбайқызына өтінішім бар. Осы дәріні Қазақстанға ертең Келеді ғой Назым қазір. Кештеу келеді ол енді бүгін. Сменада ғой. Біздің Нұржан балуан жағып психология кетіп келеді. Фируза ғой дедіңіз ғой да? Қай жерге келді? Жетінға жете алмай келеді. Жаңағы Д гепатитісі мамандарға айтып көрерміз. Мүмкін ол. Мүмкін. Жақсы. Рахмет, Дидар ханым, бізбен байланысқа шыққаныңыз үшін аман болыңыз. Енді Назгүл ханым сізден сұрайыншы. Осындай Дидар ханым сияқты науқас бауыр бойынша мәйіт донор қанша донор күтіп? Осындай жұмыстардың біреуін білмеймін. Қазіргі таңда мына 4600 деп айтып кеттік қой, күту парақшасында отырған адамдар. Ол тізім емес, кезек емес. Ол мұқтаж адамдардың саны. Сол себепті айта кетейін, енді 90% ол енді бүйрек. 4000 бүйрекке тұр. Одан кейін 187-сі ол бауырға тұрғандар. Неге бізде бүйрек жетіспеушілігі кейінгі кезде? Бүйрек жетіспеушілігінің көп болатындығы бізде бүйрек ауруы қазақтардың ауру деп айтуға болмайды. Себебі бүйректі диализбен ұзартылады. Диализ алады, диализбен 4-5 жылға, кейбірі 10-12 жылға несі созылуына мүмкін. Ал жүрек диализге түскім келмейді деп жанталасатын көп науқасты көрдім мен. Ондайларда бар, бірақ енді басқа амал жоқ. Егер ағза болмаса, трансплантация жасайтындай, ең болмаса диализбен созып отырамыз. Ал жүрекпен бауырға өкінішке орай ондай аппарат жоқ. Жүрекке элевациялады, бірақ дейді, ол кез келген науқасқа келіңкіремейді. Сол себепті жүрекпен бүйрек аз сияқты болып көрінеді, бірақ ол олай емес. Бізде науқастар қанша жыл күтеді әдетте? Науқастар орташа алғанда 7-8 жыл деп айтуға болады. Бірақ оның ішінде 10-15 жылда бар. Бірақ созылған сайын күту парақшасында трансплантацияның нәтижелі болуы да қиын. Сол себепті мына қоғамға айтарымыз, келісім беру керек, мәйіттік донорды қолдау керек деп айтамыз. Енді Арман мырза, қош келдіңіз сізде. Айтыңызшы, жаңағы бауыр бойынша қаншалықты бұл операция жиі жасалынады біздің елде? Бұл бауыр отасы өте күрделі оталардың бірі болып саналады. Қазақстан бойынша, дүние жүзінде бойынша. Ол жасау Қазақстанда жаңағы бауыр отасы жасалса, ол жаңағы дүниежүзілік есеппен ол жаңағы клиника болсын, мемлекет болсын, жоғары дәрежелі деп есептеледі. Өйткені бауыр операциясы ол 24 сағатқа дейін алу мүмкін уақыты. Операция отаның өзі. Оның жаңағы өзінің күрделі нелері бар, нюанс дейміз, сол нюанстар бар. Өз жерде жаңағы сонда жүректен де күрделі ме бұл? Жүректен де күрделі. Өйткені өз жерде именно жаңағы тамырлар, артерия, вена, олардың жаңағы ұзындығы келу керек, оның диаметрі келу керек, соның бәрін қадағалап, соның бәрін не істеу керек, анық қарау керек. Оның күрделісі жаңа 24 сағатқа жетуі мүмкін дедіңіз операцияны, иә? Сол операция сәтті өтсе, науқас өз қаншалықты тез арада өз қалпына келе алады? Негізгі науқастың тез арада қалпына келу ол 7-10 күннің ішінде қалпына келеді. Егер жаңағы отамыз ойдағыдай өтсе, жаңа асқынулар өтсе, ол ойдағыдай сол 7-10 күннің ішінде науқас аяғын тұрып кетеді. Одан кейін еркін өмір сүре алады. Еркін өмір сүре, ол жерде жаңағы біз иммуносупрессивный препараттар болады. Ол бауыр болсын, ол жүрек болсын, ол бүйрек болсын, сол дәрілерді ішу керек болады. Өйткені жаңағы ағзадағы иммунитетті түсіріп, жаңағы салынған бауыр болсын, бүйрек болсын, басқа ағза болсын, ол қабылдау керек организм. Сондықтан ол дәрілерді ішіп, толыққанды ішіп, толыққанды өзінің біз айтқан нелерді нұсқаулықтар ұстаса, ол жақсы өмір. Осы уақытқа дейін қанша біздің азаматқа сіздер бауырын алмастырдыңыздар? Толық статистика бойынша бізде бауырдың 170-ге дейін науқасқа алмастырдық. Бүйрекке келетін болсақ, ол 600-ге жуық. Осы 13-ші жылдардан бастап санайтын болсақ, 600-ге жуық адамға бүйрек трансплантациясы болды. Мына мәйіттік донор жайында айтып жатырмыз ғой бүгін. Көп пе? Көбінесе туыстары беріп жатады. Көбінесе туыстары беріп жатыр. 2012-ден бастап 3102 операция болса, трансплантация ота жасалған. Соның 85%-ы туыстық донор. Не бары 15-17% ғана мәйіттік донор болып келеді. Әлем деңгейінде ол керісінше 15%-ы туыстық донорға қалады.
шұғыл керек, жаңағы туысының күткеніне шыдай алмайды. 80%, 85% ол мәйіттік донор. Өкінішке орай Қазақстан сол нәтижеге жете алмай жатырмыз. Неге? Не себеп деп ойлайсыз? Себебі мына трансплантация, қалған нелерді алсақ, жүрек, бауырдың ауруларын алсақ, үкіметтен бізге дәрі керек, құрал жабдық керек, андайды алып беріңіз, бізге мындайды алып беріңіз деп жатамыз. Ал трансплантацияға келсек, бізде трансплант орталықтар, мамандар, лаборатория, медицинская авиация дейміз, бәрі жеткілікті. Бір сала медицинада ол тек қоғамның, біздің қоғамның шешіміне байланысты. Үкімет емес, медицина емес, жаңағы үкіметтен емес, тек қана біздің елдің азаматтарының таңдауына байланысты болып тұр. Бізде енді көп жағдайда жаңағы науқас осындай бір қатерлі дертке шалдығып жатса, я болмаса жаңағыдай ағзасын ауыстыру керек болып жатқан кезде бірінші туысқа салмақ салады, я болмаса жаңағы туысы жоқ бере алмайын деген кезде соған өкпелеп жататындар біздің азаматтар бар. Өкпелегенмен енді біздер... Бұл деген қатерлі ғой? Қатерліден бұрын, міне туыстықтан ағзаны алып, ағза мүшесін алып, бірақ ағзасы қабылдамауы мүмкін. Сонда бір үйде бірнеше адам, 2 адам, 3 адам бар, бір бүйрекпен қалған, бауырын екеуі де жарақаттанып алған. Одан ол ағзасы қабылдамай, қайттан күту парақшасынан емесе диализге түсіп қалғандағанда бар. Сол себепті біздер айтамыз, мәйіттік донорда тек қана реципиент, яғни мұқтаж адам ғана қаупі бар оған. Ал ағзасы қабылдамаса да, қабылдаса тіпті жақсы, қабылдамаса да тек қана өзі ғана. Бір ғана адамға қауіпті. Ота жағынан келетін болсақ, егер мәйіттік донорды алатын болсақ, туыстық донорды алатын болсақ, мәйіттік донор кішкене жеңілдеу операциясы. Неге дейсіздер? Өйткені бұл жерде жаңағы туыстық донорға келетін болсақ, ол жерде 2 адамға операция жасалады. Донорға да, жаңағы ауруған адамға да операция жасалады. Сондықтан хирургқа ол мәйіттік донор болған өте ыңғайлы. Өйткені жаңағы сау адам оны операцияға алып, оның жаңағы бір ағзасын кесіп тастаған кезде ол өте қауіпті. Сондықтан ол... Жақсы, біздің енді студиямызда кейіпкеріміз отыр, Фируза ханым. Қош келдіңіз. Сіз дәл осы мәйіттік донор арқылы өз өміріңізді ұзартқан жанның бірісіз, дертіңіз туралы айтсаңыз, қанша жыл күрестіңіз? Примерно 14 жылдай күрестім. 2013 жылы Алматы қаласында кардиология және ішкі ағзаларды зерттеу институтында маған Висен Коновалов деген өзі бір жиі өте аз кездесетін диагноз бар. Өзі трансплантолог хирург біліп отырған шығар бұл кісі. Сондай диагноз қойылды маған. Ол генетикадан келеді. То есть әке жақтан ба, ана жақтан ба ол белгісіз. Біздің туыстарымыздың барлығы тексерілген, бірақ ешқайсынан ол диагноз шықпады. Одан кейін араға 2 жыл салып, 2015 жылы Астана қаласында ұлттық ғылыми зерттеу институтында маған цирроз печень деген диагноз қойды. Өйткені Висен Коновалова ол қарапайым адамдарда зат алмасу болған кезінде мед бөлініп шығады, ал менде ол бөлініп шықпайды. Сол себепті ол жиналып менің бауырымды уже асқындырып жіберген, сөйтіп мен циррозға айналдым. Одан кейін 2018-де уже цирроздың кесірінен уже менде тамағымдағы өңештерім қанай бастады. Сөйтіп жүрген кезімде әйтеуір дәрісін іштім, диетасын сақтадым дегенде күтіндім. Бірақ соңында болмады. Уже 2023-те маған гепатит шықты тағы да қасына қосылып. Жыл өткен сайын күрделене берді. Ал туыстық донор табылмады ма? Туыстық донорда анамның жасы келмеді, анам болғысы келді. Менен кейінгі інілерім енді ол кісілердің отбасысы бар деген адам сияқты. Одан кейінгі інім кішкентай болды. Мен сол себепті ешкімге қолқа салып ешкімге айтпадым. Менің бар үмітім тек мәйіттік донорда болды. Бірақ мен тек тағы бірдеңе айта кетейін осы жерде. Менің жолдасым негізі донор болам деді маған басында. Осы пересадка жасатам деген кезде сол кісі донор болатын болып, сонымен біз тексерілгенімізде, бірақ ол кісінің бірақ бауырының веналары дұрыс болмай, сонымен жарамай қалды. Сонымен аяқ астынан бір ғажайып болып, маған сондай бір трупный осындай донор табылды. Мәйіттік донор? Иә, мәйіттік донор. Оны бұл жаңалықты енді естіген кезде сіздің жағдайыңыз
енді әдетте қалай науқас жылдар бойы күтеді, үмітпен өмір сүреді. Жаңа жолдасыңызды келмей қалған кезде бір үзілейін деп тұрған үміт қайттан жанданды ғой. Мәйіттік донор деген кезде сіздің сол кездегі сезіміңіз қандай болды? Бірден не істедіңіз? Сүйінші сұрадыңыз ба әлде бірден басында дәрігермен хабарластыңыз? Иә, ол кезде мен Алматыда ұлттық ғылыми Сызғанов хирургия орталығында мен негізінде бізде жолдасымыз екеуміз пересадка жасалайтын болды да, енді маған жасайтын болғаннан кейін ауруханада болдыңыз? Ауруханада біз жатқанбыз. Енді одан кейін біздің операциямыз отмена болып қалды. Соны енді ертеңіне уже шығуға дайындалып жатқанмын. То есть дәрігерім уже рахмет сіздерге, Алла разы болсын деп сөйтіп шығайын деп жатқан кезімде таңертең сол орталықтың заведующийі Мақсат Оңалбаевич, меңгерушісі келіп, маған келіп, потенциалды донор табылды деді. Күні кеше ғана менің үмітім сәл сөнген, бірақ сонда да бір андай болды, ішімде білмеймін, бір іштей бір как будто бір жерден бірдеңе келетін сияқты болып, бір үміт сәулесі болды, бірақ сонда да мен қатты берілген жоқпын. Енді операция жаңа айтып жатыр ғой, бауырға өте ұзақ жасалады деді, күрделі. Қанша сағат болды? 8 сағат болды маған. Кешкі сағат 10:30-да басталды, таңертең 7:30-дарда бітті деді. Тез келдіңіз бе өз қалпыңызға? Иә, өте тез келдім. Бір 10 күннің ішінде келдім. 10 күннің ішінде мен өз-өзіме келіп алдым. 15 күннен кейін уже мен больницадан шығып, уже таза ауа жұтып, өмірге басқаша қарай бастадым. Бауырдың қадірін түсінген шығарсыз. Түсіндім. Өмірдің қадірін түсіндім. Әдетте біз адамдар денсаулықпен сыналмайынша біз оның қадірін ұқпаймыз ғой. Қазір бауырды май басқан, я болмаса бауырды қазір бауырдың циррозы деген диагноздарды жиі естіп жатамыз, жастардың да арасында, үлкен кісілердің арасында. Ол жаңа қадірін білмеуден ғой, әлде дұрыс өмір сүрмеуден? Түрлі себептер болды. Біздердің күту парақшасында Есен деген жігіт тұр, спецназ, кандидат мастер спорта. Бір вируспен ауырды, асқыну басталды, бүйрегінен. 5 жылдай диализде тұрып, ол да күдерін үзі дегенде мәйіттік донор табылып, бірақ ол мен сенбедім дейді, қорықтым дейді. Қазір жақсы өмір сүріп жатыр, шүкір. Поэтому мына күту парақшасында тұрған елерге азаматтар айтып жатады, олар ішті, темекі тартты, біз неге оларға ағзамызды беруіміз керек, біз неге оларды құтқаруымыз керек, бұндай емес. Түрлі асқынулар болады. Мына кімде вирусты айтып отыр ғой, генетикалық бір өзгерістер болды деп. Ішпесе де, жемесе де, жақсы өмір сүрсе де, сондай аурулардың тұтқаларын есе болады. Донор бола алмайтын адамдар бар ма? Бар, донор бола алмайтын. Кімдер жарамайды? Біздің заң бойынша, мына денсаулық және денсаулық сақтау кодексі бойынша 18-ден толған, содан асқан азаматтар ғана. Яғни бала донор бола алмайды біздерге. Одан қалды оның құжаты дәлелденген болу керек. Яғни менен сұрап жатады, мен көшеде қазіргі заң өзгерсеңдер, мен көшеде өліп қалсам, мені көшеден сразу алып кетесіңдер ғой деп. Құжатыңыз, неңіз дәлелденбесе, тума туысыңыз білмесе, біз алмаймыз деп. Одан қалды шетелдік азаматтар бола алмайды. Инфекциямен жаңағы, сосын злокачество оба аурумен ауырғандар бола алмайды. Қатерлі індетпен ауырғандар донор бола алмайды. Жақсы, бізге хабарласқан көрерменді қабылдайық. Қымбатты көрермен, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз ба, мен Кентау қаласынан, есімім Гүлзада. Айта қойыңыз. Донорым жиен сіңлім. Соның бүйрегі маған сәйкес келмесе, сәйкестірсе бола ма сон? Сәйкес келмесе, сәйкестік келтіруге болмайды. Ол мына ең басты трансплантацияда қан тобымен сәйкес келу керек және тін тобымен сәйкес келу керек. Ол болмаса, тіпті керемет трансплантолог болса да, мүшені салса ағза бәрі қабылдамайды. Бізде жаңағы трансплантацияда негізгі қарайтынымыз қан тобы. Қан тобы сәйкес келмесе, оған жаңағы ота жасау қаупі бар, қаупі жоғары. Сондықтан қазір соңғы 1-2 жылдың ішінде қан тобы сәйкес келмейтін трансплантацияны біздің орталықта бастадық. Ол жаңағы ағзалар науқаспен, оның доноры бір-бірімен қан тобымен сәйкес келмейтін операцияда жасалып жатыр. Ондай тәжірибе бізде бар.
ондай тәжірибе дүние жүзінде бар. Соны біз соңғы 2-3 жылдың ішінде қосып енгізіп жатырмыз. Сондай мәселемен болса, онда жасауға болады. Бұл кісі енді ешқандай жаңа күту парағына тіркелмеген. Ол үшін бірінші тіркелу керек. Міндетті түрде. Содан кейін жаңағы біздің орталыққа келіп, тағы да қосалқы нелерін анализден тапсырып, этикалық комиссиядан бізге келсе, өзін әрі қарай тағы зерттеп көріп айтамыз. Жақсы. Қымбатты көрермен, біздің спикерлеріміздің, яғни біздің мамандарымыздың жауабын тыңдаған шығарсыз деген сенімдемін. Ең бірінші күту парағына тіркелуіңіз керексіз, иә? Содан кейін мамандарға хабарласасыз. Рахмет сізге, аман болыңыз. Ағза донорлығына дін қалай қарайды? Тыңдап көрейік. Осыдан 5-6 жыл бұрын ағза ауыстыру үкімі жайында пәтуа шығарған болатын. Бұл діни құжат болып есептелінеді. Осы пәтуада әлемдік мұсылман елдерінің муфтияттары, пәтуа шығаратын мекемелерінің тәжірибесін ескере отырып, өзіндік шарттармен ағза ауыстыруға рұқсат берген болатын. Бұл мұсылман елдерінде бар тәжірибе. Мәйіттік донорды айтатын болсақ, мәйіт тірі кезінде өзінің келісімін беру керек, ресми тараптардан қадағалану керек. Мәйіттік донорде өлім жағдайы нақтылану керек. Одан кейін бұл ақша есесіне болмау керек. Және де осы ауыстырылып жатқан ағза ұрпақ тарату жүйесіне қатысты болмау керек. Әйгерім ханым, мен сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Егер жаңағы көзі тірісінде донор келісім берсе, ол қайтыс болғаннан кейін туыстары келіспей жатса, керісінше не болады? Бізде меніңше донорлық тек қана құқықтық әлеуметтік емес, бұл әлі де моральдық этикалық мәселе сияқты. Бізде денсаулық кодексінің 212 бабында жалпы донорлардың, реципиенттердің құқықтары мен міндеттері жазылған. Егер Қазақстан Республикасының кез келген азаматы электронды үкімет порталына кіріп, мен донор болуға қарсы емеспін, мен мәйіттік донор болуға келісемін деген жазбаша келісімін қалдырса, бірақ ол қайтыс болғаннан кейін туыстар қарсы шықса, бұндай кезде біздің қазақстандық практика соттаспайды. Яғни көп жағдайда дәрігерлер заң болса да туыстарының айтқанын тыңдайды. Заң бойынша бұл этикалық мәселе деп қарайды. Шетелде келісім болса, жазбаша туыстар қарсы болса да, клиника мен туыстары соттасып жататын кейстер болады. Егер ол келісімін тастамаса, үнсіздік бойынша кез келген қайтыс болған азамат бізде мәйіттік донор болуға потенциал деп саналады. Ол нені білдіреді? Яғни есі табылмаған туыстарды біз денесін, тәнін қолдана алмаймыз донорлыққа, бірақ келісім болмаса қажеттілік жағдайында қолданылуы мүмкін. Егер мен қарсы болсам, дәл қазіргі соңғы дерек бойынша электронды үкіметте бізде кірген 140 мыңға жуық қазақстандық азамат мен қарсымын, мен мәйіттік донор болуға қарсымын деген жазбаша келісімін көрсетсе, қолдайтын азаматтар одан да аз болып тұр. Яғни біздің мәдениетіміз, этикамыз немесе дін басшылары да айтып жатыр, сатылмаса органды беруге болады. Құранда да, шариғатта да, мұсылман мемлекеттерінде де, тіпті Еуропа мемлекеттерінде католик шіркеулерінің алдында жазба болған. Құдайға сіздің органыңыз қажет емес, жақсы ісіңіз қажет. Органдарыңызды донор болыңыз деген католик шіркеулерінің тіпті осындай бастамасы болған бір жылдары. Яғни халыққа дін тұрғысынан, мәдениет тұрғысынан бұл норма екенін көрсету. Ал жаңағыдай мәйіттік донор болуға қарсымын деп ол қалдырып кетті, жазбаша түрде, бірақ туыстары, жаңағы жақындары береміз деп шешім қолданылмайды. Жоқ, пациенттің, соңғы адамның, тұлғаның құқығы, үшінші тұлғалардың құқығынан үнемі жоғары саналады. Ол келісім презумпциясы деп айтылады құқықтың тілінде. Жазбаша қарсы болса, ешкім қолдана алмайды. Жақсы. Бізде Қазақстанда келісім презумпциясы емес, сұранған келісім презумпциясы. Жаңа сізден сұрап жатыр ғой. Біздерде соңғы сөз туыстарында қазіргі таңда. Сол ешкім соттаспайды. Туыстары келісім беріліп тұрса да, адамы донордың туыстары келіспесе біз қабылдамаймыз. Бірақ ол ана донордың да оның құқығын бұзып отыр. Негізі ол 18-ге толған азамат. Мен тірі кезімде жазып кетті, мен келісемін деп туыстар қарсы болу, ол ана азаматтың да құқығын бұзады. Сол себепті бүкіл әлемде келісім презумпциясы және бас тарту презумпциясы бар. Мысалы, мен келісім берген, солай электронды үкіметке кіріп, мен мәйіттік донор болуға дайынмын деп, бірақ та мен туыстарым қарсы болса, мысалы, жақындарым этикалық діни мәселелерге байланысты оны дәрігерлер қолдана алмайды өкінішке орай. Туыстары болып, жақын туыстары болып кімде саналады, осындай шешім шығарады? Анасы, әкесі? Азаматтық құқық бойынша бізде мұрагерліктің тізімі сияқты жақын туыстардың тізімі бар. Ал ата-анасы, баласы, жолдасы, балалары бізде туыс деген қарым-қатынастың тізімі азаматтық кодексте көрсетіліп қойған. Заң ретінде
дейді иерархиясы ата әжесінің деді ата әжесі ата әжесі ата анасы әйелі балалары отбасы заңнамасы бойынша жақын туыстар айтылған. Одан қалды мен Айнұр ханымға қосымша айтайын. Осы 2025 пен мына бірінші квартал бойынша 3-6 не осындай не болды. Тірі кезінде қарсы білдіріп кеткен, бірақ тумады осы келісім берсе де біз жасай алмаймыз. Қолдана алмайсыз. Неге десең, заң түрінде ол қарсылық білдіріп. Донордың қарсылығын ешкім бұза алмайды. Ешкім бұза алмайды. Егер донор білмесе оны, мысалы ешқандай қарсылық танытпаса, еш нәрсе жазбаса, біздер сол туыстармен сол кезде сөйлесеміз. Мына айтып жатамыз ғой, туыстармен сөйлесіп, туыстар қарсы болды деп, келісімде қарсылықта білдірмеген. Сол кезде туыстар қарсы болса да біз оларды түсінеміз. Өзіңіз ойлап қараңызшы, бауырыңыз талан-тараж қалғандай болады. Кейде келісім берсе де айтпаңызшы туыстарымызға деп жатады. Себебі біздерде қазіргі таңда донорлықтың, мәйіттік донорлықтың культурасы әлі төмендеу. Жұрт ойлайды, сатып жіберді, олар дейтін дәрігерлер бүйтіп жіберді, дәрігерлермен келіскен ғой деген бір күдік нелер болады. Сол себепті ол біздер қарсы болғаннан дейміз, әр азамат 18-ге толғаннан соң өзінің несін білдіріп кету керек. Келісе ме, қарсы ма, тума-туысқа да жеңіл болады. Ал егер мені бауырым келісім берген болса, мен не деп қарсы денсетем, оның шешімі одан қалды. Әр ол саналы азамат. Жаңа еркіндік беруді айтып жатырсыз ғой, Нұр ханым. Бір келісімге 11 бас тарту бар. Одан қалды не бары 155 мың ғана еркіндіктерден білдірген. 155 мың адам. 18-ге толған одан асқан азаматтардың саны енді жаңағы 70-тегі адамдардан алмаймыз, 75-тегілерден соның бәрін алып тастағанда бір 10 миллион адам. Сол 10 миллионна не бары 150 мың адам еркіндігін білдірген өте өкінішті. Жақсы, қазір бізге хабарласқан көрерменді қабылдайық. Қымбатты көрермен, эфирдесіз. Тыңдап тұрмын. Алло. Саламатсыздар ма, дәрігерлер? Менің сұрағым бар еді. Бауыр циррозы, вирусный гепатит Б, Д мен учетта тұрған науқасқа трансплантация жүргізілді делік. Қазіргі таңда Б вирусный гепатиттің емі барда, Д-ға әлі Қазақстанға препарат енген жоқ. Алайда соған қарамастан трансплантация жасалса, ол бауыр қайтадан циррозға айналып кетпейді ма? Организмге бәрібір Д вирусный гепатит емделіп атқан жоқ қой. Және екінші сұрағым осы Д вирусты гепатиттің препараты Мерклудекс деген буливертит қай уақытта Қазақстанға енеді екен? Қаншама науқас күтіп отыр осы препаратты? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Бұл сұраққа жаңа алдында бізде бір тағы көрермен осы сұрақты қойды. Оны біз орталықтар жаңағы немен айналысқандықтан, именно пересадкамен айналысқандықтан, бұл сұрақты тағы күрделі ұйымдарға қою керек деп ойлаймын, өз ойым. Негізі жаңағы бірінші сұрағы қайталануы мүмкін бе деп тұр ғой енді. Қайталануы мүмкін. Инфекциялық ауру ғой. Инфекциялық ауру өткен ол жаңағы бауырды алып тастағанның өзінде ол инфекция кеткен жоқ адамнан. Сондықтан ол қаупі бар. Ол инфекция кету үшін үнемі дәріні қабылдап тұру. Дәрімен ішіп жаңағы иммунитет төмендетіп отыру керек болады. Ал сіздер сол маман ретінде енді операция жасадыңыздар, сағаттап сіздердің еңбектеріңіз ғой бұл. Осы дәрі қажет біздің елге қашан емін еркін кіреді, әкелінеді деген. Ол сұрақты да бізде де қоямыз. Өйткені ол дәрі бізге де керек. Өйткені бұндай үлкен орталық болғаннан кейін ондай дәрі бізде де болу керек. Сондықтан ол әлі сұрақ әлі шешілген жоқ. Осы жылы шешіледі деп сенімдеміз. Шешілуі мүмкін. Мүмкін, иә. Өте жақсы. Рахмет, қымбатты көрермен, сауалыңызға енді біз сіздерге қазір бейне материалымызды ұсынамыз, сонан соң сұхбатымызды жалғастырамыз. Қазақстанда ағза саудасына тыйым салынған. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше азаматтар көбіне әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы байланысқа шығып, алушы мен сатушы бір-бірін табады. Ал бағаны қара нарық өзі реттейді. 120 демей қойын, 100-ге тоқтайық. Солай дұрыс болар. Атақ почка жаман емес. Дәрігерлердің айтуынша соңғы жылдары бүйрек жетіспеушілігі салдарынан күту парағында тұрған науқастар саны артқан. Олардың арасында 19 жыл кезек күткен азаматтар да бар. Көбісі сол 90% дегеніміз сол бүйрек жеткіліксіздігінде 4500 болса, оның 4000-і бүйрек жеткіліксіздігінен пациент тұр, науқастар. 8 жылдан астам уақыт осы гемодиализ қабылдап жатыр. Мына донорство жағын Қазақстанда қолға алып, қазір халық енді түсініп келе жатыр.
жылдан жылға ұлғайып келе жатыр. Мынау жас балдарды көреміз. Көбісінің бүйрегі жұмыс істемейді. Жас балдар енді біздің болашағымыз ғой. Трансплантацияны ел болып, халық болып, бүкіл адамдар болып қолға алсақ деген ой. Жақында Көкшетау қаласында 25 мың долларға бүйрегін сатпақ болды деген күдікпен Алматы облысының тұрғыны ұсталды. Тергеу мәліметінше ол әлеуметтік желіге арнайы хабарландыру жариялаған. Күдікті ақша алып жатқан сәтте қолға түсті. Адам ағзалары мен тіндерін саудалауға қатысты жауапкершілік бізде қылмыстық кодекстің 116 бабында көзделген. Егер адамның дәрменсіз халінде жасалатын болса, бас бостандығынан айыру жазасы 8 жылдан 12 жылға дейін. Ал енді адамның жаңағы ағзасын алу үстінде адамның өліміне әкелетін жағдай болатын болса, ол 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына дейін қарастырылуы мүмкін. Мамандардың айтуынша заңсыз ағза саудасы адам өміріне үлкен қауіп төндіреді. Себебі мұндай қара нарықтағы оталар медициналық талаптар толық сақталмайтын орындарда жасалады екен. Заңсыз ағза саудасы ауыр қылмыс. Оны бизнеске айналдырғандардың да жазасы қатаң. Назгүл ханым, сізге қойғым келіп тұр. Осы донор деген кезде әдетте бізде қара нарық деген сөз қатары жүреді. Бұл мәселе бізде ушығып тұр ма, әлде жоқ па? Ушығып тұр деп те айта алмаймын, жоқ деп те айта алмаймын. Қара нарық болады, неге десеңіз сұраныс бар. Қара нарық дегенмен де ол сатушы мен алушының арасында. Дәрігерлерде жоқ. Және де ол туыстық донорда келіседі ғой, мен берем, сен аласың дегендей. Мәйіттік донорда ол мүлдем жоқ деп айтуға болады. Себебі мәйіттік донорда 100-ден астам мамандар қатысады. 100-ге дейін қатысады енді. Біздің орталық бар, лаборатория бар, трансплант орталықтарда бұлар дәрігерлер, медсестралары жүреді. Одан қалды жаңағы медициналық авиацияның көтерілісі, онда құжаттар тексереді. Мәйіттік донордың құжаттарын қарағанда трансплант орталықтар Қазақстан бойынша 11 трансплант орталықтар бар. Солардың бәрі қарастырғанда кімнің аузын жабамыз? Анау айтады, мен ала аламын дейді. Біреу айтады, бұл күрделі екен, біз қазір ала алмаймыз, тым алыс дейді. Одан ол реципиенттердің де документтерін қатты қарап жатамыз. Трансплант орталықтар мен мына реципиент алам, ананы алам деп айта алмайды. Себебі реципиенттердің тізімін біздер береміз. Біздер болғанда адам емес, ол медициналық жүйеміз бар, донор мен реципиенттің тіркейтін. Сол жүйе автоматтық түрде бүкіл Қазақстан бойынша қан тобы, тін тобы сәйкестік бойынша 20-30 адамның тізімін береді. Біз сол тізімді трансплантологтарға береміз. Соның ішінен таңдайды. Неге 1-2 адам несі емес, айта кетейін, 20-30 адамның ішінде бір түннің ішінде болады. Міндетті түрде мәйіттік донор енді айтуға болады, 90% түннің ішінде, боран, не болса демалыс күндері болады. Сосын біреу қыдырып кетеді, біреу телефон алмайды, біреу сенбейді, мошенниксіңдер деп. Немесе жаңағыдай көлік болмай қалады, ұшақтар ұшпай қалады. Сондай себептен сол 20 адамнан бір 7-8 қалады десем, сол 7-8-ді қайттан медициналық анализін жаңа Арман айтып жатыр ғой, жаңағыдай келгесін біздер қайттан қараймыз деп. Соның бәрін ең жақсы келетін бүкіл параметрлар бойынша, критериялар бойынша. Одан қалды заң бұзушылық жоқ, өз адамына, өз жақынына берді. Тексерісте отырамыз, біз қадағалап отырамыз. Сөзіңізге айта кетейік. Менің өзім донор жайлы сұрадым ғой. Ол кісілердің жаңа туған туысы бар ма екен деген сияқты. Даже бізге де айтқан жоқ. Маған тек ол кісі мынадай қаладан, мынадай жаста болды. Басқа ештеңе айтқан жоқ. Әйел адам деп те айтады. Біз оны айтуға болмыз жоқ. Тек жасы, тек қаласы ғана айтылады. Ол заң түрде сақталынады. Конфиденциальность дейміз ғой. Не себепті? Біздер қазақпыз. Жаңағы бір ем алсақ, жақсылық көрсек, жақсы сөз айтса, біз бірден бергіміз келіп тұрады. Жаңа құр қолға бата жүрмейді дегендей. Өз пікіріммен бөлісе кетсем, сөзіңіз аузыңызда. Жалпы шетелде арнайы заң қабылданған екен, бірақ заң қабылданса да көп халықтың қарасы бұған қарсы болған екен. Біздің елімізде де моральдық тұрғыда көп адамдар дайын емес, себебі күдік пен күмән көп. Біріншіден, әрине, ол керемет, мысалы мәйіттің денесі екінші бір адамға өмір сыйлап жатса, ол керемет, ғажап, бірақ бұның артында біршама минустар да болуы мүмкін. Себебі егер де жаңағы дәрігер науқасқа немқұрайлы қарауы мүмкін, яғни бірден диагноз шығаруға, қате диагноз қоюға асығуы мүмкін. Сондықтан да бәлкім көп адамдар жаңағы дайын емес деп ойлаймын. Жалпы мен де енді қарсылық білдірер едім.
өте бір қорқынышты адам ғана жағдай. қоймайды ғой жаңағы диагнозды. Ол жерде жаңағы ми өлімін Көп ота сәтті аяқтала бермейді ғой, бұны да ескеру керек деп ойлаймын. Мына трансплантация 100% керім болады деп ешкім айтпайды. Даже мына кепілдік бермейді 100%. Кепілдік бермейді. Даже мына енді қан тамырынан беретін уколдар бар ғой, оның өзі 1000 жақсы өтсе 1001-сінде қаупі бар. Ол медициналық нелерде процедуралар дейміз ғой, оның әрқайсысында өзінің қаупі бар. Сол себеп трансплантацияда да бар. Арман мырза, аяқтап жүрсең, жаңағы диагнозды бір адам қоймайды деп. Оны бұл жерде жаңағы бір адам қоймайды, оны не шығады, МДГ деп айтады, ол жаңағы дәрігерлердің жиыны. Ол жерде жаңағы әркім өз ойын айтады, өз саласы бойынша, өз ағзасы бойынша, өзін жаңағы несі бойынша әр адам өз несі айтады. Сосын барып олар жаңағы бір диагноз қойғаннан кейін, осы толықты қан диагноздан содан кейін ғана басталады. Жаңағы трансплант орталықтарына звондайды, координационный центрға содан кейін ғана басталады. Дәрігерлерге сұрақ қоя келсем, мен мысалы бауырым ауырып, мен бір донорлық иегер болсам, содан кейін уақыт өте келіп мен өмірден өткен кезде мен де бір адамға донор бола аламын ба? Бауырмен ауырсаңыз ба? Жоқ, мысалы кез келген маған бір донорлық, маған мысалы донор орнатылды, мен өлгеннен кейін мен де басқа адамға басқа мүшені бере аламын ба? Әлде болмай ма? Жоқ, бұл жерде өзіңіз өттіңіз ба? Боламайды. Бұл жерде өткен, неге дейсіздер, өткені жаңағы сіз өзіңіз реципиент болғандықтан сізде жаңағы қосалқы аурулар болды ғой, мүмкін оның жүрегі мықты болатын шығар. Ол жағын бәрін жаңағындай консилиуммен шешіледі, оны бір адам шешеді. Яғни сен бола алмайсың деп кесіп айта алмаймыз, заң бойынша да қарсылық жоқ. Сіз өзіңіз келісімсіз берсеңіз, енді Құдай сақтасын, болмасын ондай жағдай. Болған жағдайда медициналық сараптамадан өтіп, содан кейін барып мамандар айта алады. Оны бір адам шешпейді ешқашан. Айтып өттік қоғамдағы пікір деп, негізінде бағана шетел туралы айтып өттік, ақш-та керісінше жағдай екен. Яғни 2022 жылғы сауалнамаға сәйкес ақш азаматтарының 90,5%, яғни қайтыс болғаннан кейін өзінің дене мүшесін былайша айтқанда садақа етуге дайын екен. Ал бізде өкінішке орай жағдай керісінше. Және де менің ойымша оларда мынандай жарнамалық билбордтар бар екен. Сонда жаңағыдай науқастардың есімі, суреті, және де маған осындай ағза қажет деп жазылып тұрады. Осылардың әсері бар деп ойлаймын. Мәселен, Нью-Йоркта Таймс Сквер деген танымал жер бар ғой, сол жерде үлкен экранға жаңағыдай науқастың суреті, барлық ақпараты шығып тұрады. Және бұл қоғамның пікірін өзгертеді деп ойлаймын. Бізге де осындай енгізсе жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Біздің қоғам Менде Бауыржанға қосыла, мысалы ақш-та көлігін алған кезде адамдарға сұрақ қойылады екен, сіз донор боласыз ба, болмайсыз ба деген сияқты. Бізге де осындай тенденция, осындай жиі донор болу мәдениетін әкелген дұрыс деп ойлаймын. Ал өнерге қарайтын болсақ, мысалы барлығымыз білетін Уилл Смиттің «Жеті өмір» деген фильмі бар. Ол оның психологиялық өзінің күйзелісімен, өзінің ішкі ойларын, бұл халыққа деген сол ақш елінің және көптеген елдерді бұл фильмнен кейін өзінің донорлыққа деген келісімін арттырған. Сол сияқты көп бізге мәдениет ұйымдастыру керек секілді. Сізде осындай насихат, жалпы осындай жарнама, жасырын жарнама бәлкім жүре ме? Жүреді. Ақпараттандыру қоғамды. Ақпараттандыруда несін айтайын? Қазіргі таңда бізде 550-ден аса мероприятие дейміз ғой, шара жасалынып жатыр. Дін басқармасымен, бүкіл жаңа ақпарат бағдарламасының нелерімен. Одан қалды донорға қандай несін етеміз біздер. Біздің заң бойынша заң болғандықтан ислам діні бойынша дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымының 11 қағидасы бойынша, Стамбул декларациясы бойынша біздерде ешқандай финансовый мотивация болмау керек. Жасырынды мотивациялар бар. Біздердің бүгінгі біздің орталықпен координационный центр экстренной медицины бар. Соның аймағында біздер аллея доноров дегенді аштық. Өмір сыйла деген, асыл қадам деген. Оған реципиенттер де келеді, біздің дәрігерлер де келеді. Әркімді Құдай өз жүрегінде ғой. Донорлар да келеді, донор болғанның туыстары да келеді өздерін еске алуға. Реципиенттер донорға ризашылығын солай білдіртеді. Сонда келіп тал егеміз, ол октябрь айында болады. Көп жағдайда европейлық донор күніне орай жасаймыз. Одан қалды мына ақпараттық жұмыстарды бәрін жасап жатырмыз. Неге нәтижесі сіздер қазір айтасыз? Біз естіген жоқпыз, біз көрмейміз. Себебі қазіргі таңда ол ақпараттық жұмысы тек қана денсаулық сақтау министрлігі және тек қана біздің орталық жасайды.
қалған үкіметтік структуралар, министерстволар олар әлі жасап жатқан жоқ. Мына қазіргі таңда біз сол сұрақты көтеріп жатырмыз. Ведомстволық аралық керек. Мына бүкіл ұжым, бүкіл жаңа бірігу керек бұндай кезде. Рахмет сізге, Назгүл ханым. Біздің уақытымыз тікелей эфирдегі аяқталды. Осымен уақыт тауып келгендеріңізге рахмет айтамын. Арман мырза, сіздің көп сөйлегеніңізді қалап едік негізі. Жақсы. Рахмет. Фируза ханым, сізге де рахмет. Қоғамда мәйіттік донорлыққа қатысты қорқыныш пен жаңсақ түсінік әлі де бар. Соның салдарынан жыл сайын жүздеген адам өмірден озып жатыр. Ал шын мәнінде бұл біреуге екінші өмір сыйлау мүмкіндігі. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Ұлттық арна қосулы болсын.